достар, Артскол арнасында бізде сыр сұхбат. Сіздермен бірге Кабдули Мадияр және мен Сейтімхан Дирем. Сәлем Мадияр, қалың қалай? Сәлемсе, жақсы, керемет. Біз сені білеміз. Сен көптеген жүлделі орынның иегерісің. Саған бірнеше сұрақтар қойылуға болады ма? Әрине, қойсаңыз болады. Жасыңыз нешеде? 14-те, Алла жазса, тамыздың 7-сі, 15-ке толам, Алла жазса енді. Сіз жүлделі орын алатын кезде қобалжу болды ма? Мен ең бір басында, әрбір адамда ондай қобалжу болатын сияқты деп ойлаймын. Өйткені қазіргі таңда ондай додаларға қатысып орын алу деген, ол менің ойымша әрбір адамда қобалжу болады. Сол қобалжуды жеңу, ол біздің, яғни сенімізді оятатын, ол бізде әрине мұғалімдер деп ойлаймын. Сондықтан қобалжу болды, бірақ сол қобалжуларды жеңе білдім. Жақсы. Сен шет мемлекеттерге барып жүлделі орын алып көрдің бе? Әрине. Ол яғни халықаралық Санкт-Петербург қаласында, Ресей Федерациясы Санкт-Петербург қаласында өткен халықаралық ғылыми проекттер сайыс бойынша, ғылыми жобалар сайысы бойынша жүлделі бірінші орын алдық. Яғни Ресей Федерациясы болып көрдім. Енді Алла жазса тағы да басқа жерлерді бағындырамын деген наным сенім бар. Жақсы. Сен осы жеңгеннен кейін қуанышыңды кіммен бөлістің бірінші? Ең бірінші әрине ата-анаммен. Яғни осы үйде қолдап, уайымдап, бізді осы басқа жерлерге жіберіп, жалғыз өзімізді жіберіп, жалғыз өзі несе жатыр, қобалжып, солай әрине ең бірінші ата-анама айтам, сосын барып мұғалімдерге, және тағы басқаларға. Бір күн оқуға жұмсайсыз? Оқуға норма бойынша 4 сағат. Норма бойынша 4 сағат, бірақ осы оқу кезінде әрдайым кітап оқуда боласыз, ізденісте боласыз, сабақ кезінде, яғни сабақ кезінде және сабақтан тыс кезінде ізденіс үстінде боласыз. Сондықтан біршама уақыт бөлеміз. Жақсы. Естуімізде сіздің ақындық қасиетіңіз бар екен ғой? Бар. Ол яғни кітап құрастырған болатын өлең жинағын, яғни Абайға арналады. Жайдегі 175 жылдығына Абайдың арналған, және Махамбеттің әртүрлі өлеңдерге тақырыбы бар. Сондықтан сеніммен айта аламын. Жақсы. Достарыңыз жайлы айтып бере аласыз ба? Менің достарым өте көп. Олардың бірі адал достарым. Бірінші сыныптан бастап бірге болған сыныптастарым. Ол яғни балалық кезден бері қазірге дейін дос болып қалудамыз. Сондықтан достарым өте ырзамын, достарым өте керемет. Сондықтан достарыма көп алғыс. Яғни бірақ қана достармен шектелмейміз, бірақ адал дос біреу, бір екеу. Сондықтан ал дос дегенде жанашыр болатын достар көп. Сіздің арман мақсаттарыңыз қандай? Ең бірінші арман мақсатым осы мектепті бітіріп, жоғары оқу орнына түсіп, осы жоғары оқу орнында жақсы бағамен бітіріп, жақсы диплом алып, жақсы бір жұмыс орнына кіріп, ата-анамның сенімін ақтау. Ең алдымен ата-анамның сенімін ақтап, яғни меккеге апару әрбір адамның, әрбір баланың парызы, армандаған ойы деп ойлаймын. Сондықтан алдымен ең бірінші өз мектебін бітіріп, жоғары оқуына түсіп, жақсы жұмысқа кіріп, ата-анамның сенімін ақтау. Сен жақсы жұмысқа кіргің келеді, яғни қандай жұмыс жасағың келеді? Қазіргі таңда мен тарих бағытын таңдап отырмын. Яғни археолог және пән мұғалімі ретінде көздеп отырмын. Бірақ ары қарай өзгерет, басқа да ойларым бар. Яғни хобби ретінде актерлік жұмыс жасау деген ойым бар. Сенің ойыңша актер болу саған оңай ма, әлде қиынырақ па? Актер ол әрине өмір бағыттың, яғни өмірдің өзенін
бағытталып, ол өте оңай деп айта алмаймын, өте қиын, басқа адамдарға қарап тұрсаңыз өте қиын жұмыстардың бірі. Сыртқа ол өте оңай деп ойын салу деген оңай болатын шығар, бірақ камераның алдында сіз өте өзіңізді басқаша сезінесіз, сіз өзіңізді басқа бағытыңыздан қарайсыз, сондықтан ол актерлік бағыт өте қиын бағыт деп ойлаймын. Жақсы, сіздің айтқаныңызбен келісемін. Айтып бере аласыз ба? Мектептегі қызықтардың бірі, мектепте өте көп қызықтар болатын. Яғни сол мектептерде біз бірінші сыныптан нөлевой сыныптан басқа сыныптастарымыздан көптен бір-бірімізден алып үлгі алатынбыз. Яғни өз қателігімізге өзіміз күліп, сол қателікті келесі жолы қайталамауға тырысқанбыз. Яғни мен сол қателіктердің бірі, мен яғни тоқсан соңында бағалау жұмыстарын жазбақшы болғанда мен абайсыздан 2 алып қойған болатын. Соны анам біліп қойып, маған спорт үйірмесіне баруға шектеу қойған. Сондықтан мен осы спорт үйірмесін бірге алып жүрмекші болдым. Бірақ қазір таңда спорт үйірмесімен бірімді 2 қанатты бірге ұстап келе жатырмын. Соның арқасында көптеген жетістіктерге жеткен болатынмын. Қазір таңда сол қателіктен мен өзіме сабақ алдым деп ойлаймын. Сіз қазір қандай кітаптар оқудасыз? Мен қазір әлем әдебиетімен қазақ әдебиетін алтын қорын бірге байланыстырдым. Және ең бастысы өзіме байланысты кітаптарды, өзіме қызықты байланысты кітаптарды оқимын. Яғни өз-өзін дамытуға, ол яғни Вавилондағы ең бай адам атты кітап. Ол жердегі стратегия, жердегі мотивация беретін кітап, өмірдегі мотивация алатын кітап, бере алатын жердегі кітап. Ол жердегі адамның өміріндегі, яғни жердегі риск дейді ғой, рискқа баруына көмектеседі, яғни қиын ситуацияларда адамның жаңа жолын табуға, іздестіруге мотивация береді. Бізге бір анау айтып бере аласыз ба? Әрине, қазір өздеріңіз білетіндеріңіздей Абай атамыздың 175 жылдық мерейтойы, соған арнайы арнау айтып берейін. О ата, қара сөздің өріседің, өлеңнің құдіретті төріседің, жасындай жарқыраған жыртарлана, жасанды ақындардан немеседің, зымыра көсіл ақын көсіленді, жақтаса ел ақынды өсіреді, жолдардан қиын қыстау жүріп өттің, табам деп қара өлеңнен несібенді. Шығыстау бөктерлері туған жердің, бала боп шалғындарын басып өттің, ақынның мейірімақ шуақ қой, адамға құшағынды ашып өттің. Игілердің ілгері санатында Абай атам мұрасы миллиондарға, дара тарих дарашың даратылға, өзің досым Абайды білесің бе? Керек жоқ мадақтау бұл есімге, білмегеннің иесі қазақ емес, хақ жоқ көшімізге ілесуге. Сізге рахмет. Саған да рахмет, Мадияр. Сәлеметсіз бе, Мадиярдың анасы Гүлайым Тастаңызды. Қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Сізге бірнеше сұрақтар қойуыма бола ма? Әрине. Балаңыз кішкентай кезінде қандай болды? Мадияр біздің отбасының кенжесі. Біздің отбасымызда 3 жыл тәрбиеленіп жатыр. Соның ең кенжесі Мадияр. Мадияр кішкентай кезінен өте өзіне қойған мақсатқа қол жеткізуге тырысатын, және де кісінің көңілін қалдырмауға тырысатын, және қолғабыс бергенге ұмтылып тұратын, және менің жанашырым деп айтуға болады. Көбінесе жаңағы үйдегі жұмыстарға, маған қолғабыс жасайтын жұмыстарға өте бейім, және Мадияр ренжіген кезде ашуы көпке бармайды. Кішкене ойланып жүреді да, қайтадан келіп кешірім сұрап, ары қарап күліп ойнап кете береді. Сол бір жақсы қасиеті бар бойында. Өте ақкөңіл жанашыр бала. Жақсы. Балаңызға қандай да бір талаптар қоясыз ба? Әрине, әрбір ата-ана отбасындағы баланың жақсы болып өсуін қалайды. Сондықтан мен ұлдарым бәріне де
талап қоямын. Ең бірінші өтірік айтпау. Біздің отбасымызда солай жаңағы шындықты баяндау. Қандай қателік жасасын, біз балаларға шындықты айтып, соның жаңағы шығу жолын өздерін іздеттіруге бағыттаймыз. Екінші, әрбір жеткен жетістікке өздерін еңбектерімен жетуді қалаймыз. Себебі ол әрқайсысы өзінің қолымен жасаған еңбек, ол өмір бойы өздеріне сабақ болады. Және де біз отбасымызда тағы бір жақсы үлгі деп айтуымызға бола ма? Біз мәселені, отбасында шешілетін мәселені біз кіші демейміз. Барлығымыз сол мәселені ортаға салып, әрқайсысы өзінің ойын айтып, сосын бір ортақ шешімге келеміз. Бізде жеке-жеке мынаны жұмыс жасаймын, мынау деген жоқ. Отбасы болған екен, ол бір шағын мемлекет қой. Сондықтан істелінетін іс-әрекеттің барлығы сол мемлекеттің ішінде ортақ шешімге келіп, әркім өз жұмысын бөліп алып отырады. Біз солай талап қоямыз балаға. Жақсы. Сіздің есіңізде қаларлық және Мадиярдың есінде қаларлық қызықты сәттер болды ма? Әрине, бала болғаннан кейін көптеген шалалықтар болады, қызықты сәттері болады. Мадияр өте, қалай айтсам болады, ешкімнің көңілін қалдырғысы келмейді да, аяқ астынан жаңағы мұғалімдер сайысқа қатысасын деп қалса, немесе бір байқауға қатысамыз деп қалса, ол уақытқа қарамайды. Тапшы болса да ол сол нәрсеге қатысу керек, сол нәрсені орындау керек болатын. Жаңа бір қызық оқиға, неде 5-ші сынып оқып жүрген кезде үздік гимназия шәкіртіне қатысу ұсынысы түсіпті. Содан мен курста оқып жүрген, кешкі сағат 4 кезі ертесінде гимназия шәкіртіне қатысу керек. Маған курста отырсам, оқуда телефон шалады. Анашым, мен ертең байқауға қатысам, гимназия шәкіртіне, маған ақ костюм керек. Ал ақ костюмді қайдан тағамыз? Ода дайын ақ костюм жоқ. Және де өзі температура етіп ауырып жүрген. Содан үйге келгеннен кейін түнімен тігіншіге жалынып, түнгі 3-ке дейін үстіндегі ақ костюмін тіккізіп, бүкіл жаңағы 5 кезеңнің бәріне дайындап, сонда өзі температура етіп отыр. Мама, мен сыныптың намысын жібермеуім керек, мен жүлдегер атануым керек деп, сол қайта-қайта дәрісін ішіп жүріп, үздік гимназия шәкірті атанғаны бар. Және бір Мадиярдың мен қолымнан келмейді деген сөзді айтқысы келмейді. Қалай да болмасын, соны орындап шыққысы келіп тұрады. Енді Алла талабына нұр жаусын, бір сондай бір несі бар. Бәрімізді орындау үшін 2 аяғымыз бір етіп кеттіған. Бұл отбасын жүлдесін, мерейлі отбасы жүлдесін алуымыздың да себебі осы балаларымыздың ғылымға, білімге деген жетістіктерінің арқасында біз еңбекшіл отбасы деген атаққа ие болдық. Себебі әрбір жеткен дәрежеміз еңбектің арқасында екені Әділқазылар алқасының алдында бағаланды. Рахмет, Гүләйім Тастаңызы. Осындай отбасылар көп болсын. Сау болыңыздар.